Ассалаумағалейкум, құрметті ханымдар мен мырзалар. Міне, мынау көрсетіп тұрғаным сіздерге кішкентай ғана суға тығылған шлих ағайындар. Бұл өзі кішкентай болғанымен салмағы өте ауыр. Мына шлихтің салмағы шамамен 250-300 грамм болып қалады ағайындар. Бұл шлихтің құрамында 3 металл бар. Бұл бейнероликте мен сіздерге алтынын ғана айырып көрсетемін. Бұған мен бірден патша суын қосамын. Қолдан жасалған патша суы болмайды бұған тек заводтан шыққан патша суы керек. Бұл бейнероликте ең бастысын керек жерлерін көрсетіп өтемін. Бұл бірнеше тәсілдерден өтеді. Қысқартып көрсетемін. Қазір сүзгіден өткіземіз. Мінекей сүзгіден өткізіп, қазір алтынын бірден тұндырамын. Тұндыратын алдында пешке қойып қыздырып аламын. Мінекей бұл сұйықтықта. Сосын барып азот қышқылын жоямыз. Мынау мочевина деген ұнтақпен жоямыз азот қышқылын. Кейбір кісілер шатасып атады. Мочевина, тиомочевина деген екеуі бір ма деп. Жоқ, ол екі бөлек ұнтақ. Мочевина деген басқа ұнтақ, тиомочевина деген бар. Ол басқа ұнтақ. Екеуі екі бөлек. Шатаспаңыздар. Азот қышқылын жойған кезде мынау реакциясы біту керек. Реакция болмау керек. Көрдіңіздер ме? Міне. Мінекей мочевинаны салып болдық. Енді ішіндегі ерігенше күтеміз. Мінекей бәрі еріп кетті мочевинаны. Енді тағы біреуін салып көреміз, тексеріп. Мінекей. Тағы біреуін саламыз, тексереміз. Болды, бітті. Енді алтынын тұндырамыз міне. Алтынын бірден тұзды қышқыл гидрозинменен тұндырам. Мінекей. Хоп. Керемет, мінекей. Міне ағайындар, түсі өзгере бастады, Және тағы біреуін саламыз, тексеріп. Міне, хоп. Болды, мінекей. Көрдіңіздер ме? Енді алтынның тоңғанын күтеміз міне. Тонсын алтын, соны күтеміз. Мінекей ағайындар, алтын түбіне тұнды. Алтынды көрдіңіздер ме? Қандай көп керемет, міне. Қазір сүзгіден өткізіп алып, отқа балқытып сіздерге көрсетемін. Сүзіп болдым, бура ұнтағын саламын. Мынау сүйіп атқан ол бура ұнтағы. Көп адамдар сұрайды менен. Бұл не сүйіп атқаныңыз деп. Бұл бура мен сүйіп атқаным. Мінекей ағайындар. Керемет қой, керемет. Бұл өзіміздің Қазақстанның алтыны. Көрдіңіздер ме? Егерден шетелге сатпай, өзімізде осылай өңдесек, қандай бай мемлекет болатын едік ағайындар. Мінекей. Қандай керемет, қарасаңыздаршы. Қазір салмағын өлшеймін. Мінекей. Тап-таза 999 пробалық алтын бұл. Алтынның бағасы да көтеріліп кеткен. Қазір 50 мың теңге 1 грамм алтын. 999 пробалық алтын.
мінекей мынаның салмағы 0,61 жарты грамм алтын. Көрдіңіздер ма? Ал жарты грамм алтының 25 000 теңге болады ағайындар. Ал ағайын, келесі кездескенше лайк басып YouTube каналыма тіркеліп өтіңіздер. Мінекей қарасаңыздаршы, бұл жарықтықта қолға ұстағанның өзі қандай ғанибет қой. Керемет ағайындар. Тап-таза 999 проба.